3 эпизод боюнча Күдүктүү Аймакхан өзүнүн жасаган кылмыштары менен шектелмей оны жалгастыруу максатында 10-канта 2026 жылы саат 18:30 чамасында жабырлануучу Серикбайдын үй жагына, яғни Шымкент қаласы Абай ауданы Төрөметов көшесі 69/32 көп кабаттуу тургун үйүнүн автотурагына барып, автокөлүк ичинде болгон бір дана кара түстүү узляр сделано в России және Поршень 2 деген жазуулар бар пышактын үстүндөгү кийимдин калтасына салып алган. Сол убакытта дүкенге шыққан жабырлануучу Серикбайдын жолуктуруп, саябакка барууга усунуш жасаган. Алайда жабырлануучу Серикбай бул усунуштан бас тартып, үйүнө кайтатын айткан. Сол себептүү Аймакхандын оюна адам өлтүрүү ою тундаган. Содан кылмыш боюн жүзүгө асыруу үчүн ыңгайлы убакыт күтүп, жабырлануучу Серикбай менен Төрөметов көчөсү 69/39 және 69/26 көп кабаттуу тургун үйлөрдүн ортасына өтүп жаткан кезде Күдүктүү Аймакхан өзүнүн кылмыштык оюн жүзүгө асыруу максатында калтасына алдын ала дайындап алып келген пышагын чыгарып, жабырлануучу Серикбайдын денесине пышакпен 5-6 рет жаракат салган. Серикбайдын айкалаган дауысын естип буга Беркенбаева Индира Кылычбек кызы келип калгандыктан Күдүктүү Аймакхан өзүнүн іс-әрекеттин кылмыш экенин угуна тура жоопкерчиликтен жалтаруу максатында окуя орнунан качып кетпекчи болуп, шамамен 5-6 метр жүгүрүп, яғни Төрөметов көчөсү 69/32 көп кабаттуу тургун үй алуусуна карай багыт алган. Ары карай Күдүктүү Аймакхан өзүнүн касагана киши өлтүрүүгө багыт алган кылмыштык оюн соңуна чейин жеткизүү максатында колундагы пышак менен кайта айналып, куба Беркенбаевдин көзүнчө жабырлануучу Серикбайдын жаткан жерине келип, пышак менен оган жалпы 35 рет дене жаракаты салган. Онун 9 данасы шаншылып кесилип кийинген жаракаттар, 24 данасы шаншылып кесилген жаракаттар. Салынган дене жаракаттардан жабырлануучу Серикбай орнунда көп кан жоготуп кайтыс болгон. Ал Күдүктүү Аймакхан кылмыштык оюн соңуна чейин жеткизип, окуя орнунан качып кеткен. Сонымен Аймакхан Шерхан Аймакханов кылмыштык кодекстин 99-бабы 2-бөлүгүнүн 5-тармагын көзөмөл кылмыш жасаган. Не үшін айтып отырғаныңызды білесіз ба? Айта алысымен өнер келіскенмін. Сіз келсеңіз ба, келіспесіз оны кейін сұраймыз сізден. Сіз қазір не үшін айтып отырғаныңызды білесіз ба? Түсінікті ма? Түсініп тұрған. Не үшін айтып отырғаныңызды білесіз ба? Қандай айтып отырғаныңызды білесіз ба? Соны айтсаңыз, ол түсінікті деген. Түсінікті болып тараптардың құқықтарын қалай қамтамасыз етілетінін көруге мүмкіндігі болуы. Бұл сот отырысын тікелей эфирде өткізілсін деген басты бір себебіміз, оны жаңа айтып өткен. Осы 2025 жылы 16 қыркүйекте күшіне еніп қолданысқа енгізілген қылмыстық кодекстегі жаңа заңнамалық өзгерістер, яғни ол сталкинг және некеге тұруға мәжбүрлеу баптарының сол сәтте тиісті деңгейде орындалмауы. Біздің талабымыз сол екеу, яғни таза сот, прозрачный, онлайн, және де өмір-бақи бас бостандығынан айыру. Өмір-бақи бас бостандығынан айыруға бүкіл бізде доказательстволар бар, бүкіл материалды жиналған. Тек сот процесін күтіп отырмыз, және соттың әділ шешім күтіп отырмыз. Сіздер толық информацияны естіген кезде өздеріңіз шок боласыздар. Өйткені неше түрлі біз сот процесін осы материалмен таныстық қой. Неше түрлі жан түршігерлік бір заттар көп. Экспертизаның зерттері болсын, куәгерлердің сөйлегендері болсын, видеозапистер болсын. Толықта бәрін көріп шықтық. Бір сілкініп алдық енді шыны керек. Қайғырып үлгермей жатырмыз.